Сәлем достар, бүгін біз Англияда қазақ жанұясының өмірі, осында жұмыс жасап жатқан қазақ жанұясының өмірі туралы сыр шертетін боламыз. Бізде қонақта Алтын ханым, осында сіз фермада жұмыс жасап жатырсыз. Англияға қалай келдіңіз және Англияда күндеріңіз қалай өтеді, жаңағы жұмыс туралы кішкене ақпарат бере кетсеңіз мүмкіндік болса. Англияға біз Қазақстанда жұмыс жасап жүрген кезімізде жұмыстасымыздан естіген болатынбыз, бірақ ол басқа жағына кеткен болатын. И бірінші айында сен барып көр, сосын біз барамыз деген болатынбыз. И сол қыз кетті. Екінші айда уже келіңіздер деп шақырды. И біз ол жаққа келуге тырыстық қой. Қанша уақыт болды мұнда жақта жүргендеріңізге? Уже үшінші рет келіп жатырмыз. То есть 2023-те келдік, 6 айға 2024 и 25 осы жылы келіп жатырмыз. Англияға үйрену қиын болды ма? Жоқ, мүлдем қиын болған жоқ, потому что может жалғыз келгенімде қиын болатын шығар, ал мен жолдасыммен келгендіктен маған вообще мүлдем қиын болған жоқ. Ал фермада жұмыс деген қаншалықты қиын? Көп адамдар айтады, яғни фермада жұмыс істеп жүрген, яғни өзінің нормасы бар, күніне 300 килограмм жасау керек, немесе тағда бар, өздерінің нормалары бар, оған жету өте қиын дейді. Сіздерге қаншалықты қиын болып жатыр, немесе жаңағы үйреніп кеттіңіздер ме ол жұмысқа? Жоқ, бірінші келгенімізде әрине қиын болды, себебі жоқ, бізде норма жоқ, бірақ біздің фермада норма жоқ. Бізде тек қана бір командада 15-16 адам жұмыс жасайды. И соларға тек қана бәріне общий норма беріледі. То есть сағат жүріп жатады, бізде даже, то есть норма жоқ десек те болады. Тек қана сағатқа жұмыс жасаймыз. Ал бірінші бастапқы келгенімізде, енді бірінші келген сезонда өте қиын болды. Енді айта алмаймын, как андай аяқтарымыз ауырып, белдеріміз ауырып, тұра алмай қалған кездер болған бірінші сезонда. Уақыт өте келе үйреніп кетеді. Бірақ 2 аптадан кейін уже нормально үйреніп кеттік. Бірақ екінші келгенде, үшінші келгенде вообще мүлдем сезген жоқпыз ауырғанын. Условиялар қалай, мысалы, тұратын жердің, жұмыстың өзінің бір ерекшеліктері бар ма? Бұл жақта жұмыскерлерге өте, то есть құқықтарын бірінші орынға қояды екен адамдардың, то есть адамның құқы бірінші орында тұрады екен, соны байқадық. Себебі бірінші келгенде де, екінші келгенде де, үшінші келгенде де біздің полностью жағдайымызды жасап қояды. Яғни біздің даже тамақтарымыздың бәрін жуынып, чайнатын заттарымызға дейін алып қояды. Тамақ, жаңағы бытовой заттар, яғни уже дайын пастель, тұрады келгенімізде. бәрі тазадан әкеліп қояды. То есть каждый келгенімізде сондай. Бірінші сезонда да, екінші сезонда да, үшінші сезонда да бір апталыққа жететін бізге тамағымызды бәрін, даже базарға ешқайда бармаймыз, өздері әкеліп қояды караванымызға. И біз сол заттары біткеннен кейін, то есть олардікі де дұрыс деп ойлаймын, себебі біз келгенде ақшасыз келеміз ғой, олар ойлайды да, бізді ақшасыз келеді, и бір аптадан кейін біз уже ақша алып бастаймыз, и дальше өзіміз немізді соның барлығын ойластырып қойған, иә? Ал жалпы Англияда өмір сүрген қалай сізге? Англияның жаңағы Англияда өмір сүрген сізге ұнай ма өзі жалпы айтқанда? Англияда өмір сүрген ұнайды, бәрібір, бірақ та Қазақстанға жетпейді ғой, тұрған туылып өскен жеріңе деген сияқты. То есть бұл жақта зарплатасы жақсы, ішіп жегенге жақсы. Например, бұл жақта қазір каждый келген сайын зарплатасы өсе береді екен. Біз бірінші келгенде зарплатасы сағатына 6000 теңге болды. Екінші келгенде 7200 теңге болды. Ал үшінші келгенде біз уже қазір 8200 теңгеден, ал овертайм деген болады екен ғой. То есть 48 сағаттан жоғары жұмыс жасасам, ол кезде уже 10600 теңгеден төленеді. Аптасына 48 сағаттан асып кетсе, уже одан кейінгі сағаттар 10000-нан төлене бастайды. 10600 теңгеден төленеді екен. То есть оларда жыл сайын өсе береді да, бірақ продуктасының бағасы өспейді екен, бірақ зарплатасының бағасы өсіп жатыр. Бізге сол жағы ұнады, и бұл жақта еще уайымдамайсың, кредит демейсің, квартира демейсің, ақша қалай табам демейсің, әр апта сайын картаңа түсіп тұрады, сол жағы рахат. Атак, бірақ енді достарымызды сағынамыз, туыстарымызды сағынамыз, сол жағы болмаса, былай күшті. Ал Англияда сізді не таңғалдырды, не ерекше болды деп айтуға болады бұл жақта? Мен бірінші келген кезде бұл жақта өте адамдардың қарапайымдылығы өте ұнады. Даже вот енді сіздер осы жақта тұрасыздар ғой, супермаркетте даже бүйтіп келе жатсаң алдыңнан шығып қалады біреуші, соның өзіне дейін кешірім сұрайды. Бізде ондай зат жоқ. Есті ұстап тұрады, баратқан кезде. Прям күшті андай бір-бірлеріне танымаса да бір-бірлеріне өте мейірімді сияқты көрінеді. Сол жағы маған таңғалды.
то есть сол жағына таңғаламын да, осы жақтың. А бізде Қазақстанда ондай емес. Транспорт жағы қалай, фирмаға немесе қалаға бір жерге келу керек болатын болса, сіздер қалай келесіздер? Бізде фирмада өздері бізге транспорт беріп қойған. То есть кім машина айдай алады, кімде право бар, любой адам айдай береді. Проблема жоқ. Яғни машина права болса, сол фирманың ішінде машинамен жүріп тұруға болады. Дизельді сол, фирмамыз, офисіміз жақын. Сол жерден барып дизель құйып аламыз и любой жаққа шығып кете береміз. Ол машинаны алып қалаға барып келуге бола ма? Болады. Немесе жаңа путешествие жасауға, яғни басқа қалаларға қыдыруға? Сұрауға болады. Сұрап, бара беруге болады да? Онысы жақсы екен, Енді ең қызық сұрақ тамақ жайлы. Фирмада көп адамдар жаңағы жазып жатады, Англияда не жейсіңдер өзі, тамақтары жаңағы құнарлы ма, көңілге қонарлық па деген сияқты. Қалай тамақтанасыздар және не дайындайсыздар, қандай тағамдар дайындайсыздар? Қазақстандағыдай тағамдар дайындайсыздар ма? Бәлкім жаңағы европейский Англияның тамақтарын дайындайтын боларсыздар? Жоқ, біз Қазақстанда не дайындаймыз, бұл жақта да соны дайындаймыз. Даже Қазақстанда біз дайындамаған тамақтарды ол жаққа келіп дайындаймыз. Ол Қазақстанда, например, біз күйеуіміз пастаны қатты жақсы көреміз, то есть итальянский пастаны. Ол жақта Қазақстанда өте продукталар қиын тұрады. То есть Қазақстанда продукталарын сатып алып жегенше лучше кафеге барып жеген жақсы. Потому что продукталарын алғанның өзіне бір 10-15 мың кетіп қалады. Ал кафеге барып жесең максимум 1-2 адамға 4-5 мың кетеді, екі пастаға ше. А бұл жақта олай емес. Бұл жақта наоборот, то есть магазинде өте арзан, тиімді, ал кафеде қымбат та. Сондықтан еще бұл жақта зарплатасы, мысалы күніне 100 мың тауып жатсаң, 5 мың теңге, даже 3 мың теңгеге барып полностью бір күндік тамағыңды аласың. Яғни зарплатаның бір 5% ғана, ары кетші 10% ғана жұмсайсыздар, тағамаққа. Бір апталықтың. Сондықтан біз Қазақстанда даже жасамаған тамақтарымызды бұл жаққа келіп рахаттанып жасаймыз. То же самое Қазақстанда бешбармақ жасап жейміз, плов, оның бәрін ол жаққа келіп жасап жейміз. Даже мантоварка алып келгем, тоже соны да жейміз. То есть манты жасап жейміз дегенім ғой. Мұн жақта продукты табу қиын ба, продуктын қайдан аласыздар, немесе жаңағы жергілікті мәзір, Англияның, Қазақстанның мәзірінен қаншалықты айырмашылығы бар? Бағаларында ма? Жалпы бағасында болсын, немесе жаңағы Қазақстандағы тауарларды мұн жақта табуға бола ма деген сияқты? Болады. Бәрі бар, бүкіл біз енді үшінші рет келгеннен кейін мынау келіп жатырған қаламыз, как будто өзіміздің қаламыз сияқты, бүкіл точкаларында біліп қойдық уже, то есть қай жерде қандай заттар сатады, қандай продукталар бар, оның бәрі бұл жақта қолжетімді. Бәрін табуға болады, оңай. Енді демалыс жағына келетін болсақ, сіздер қателеспесем 5 күн жұмыс жасайсыздар, 2 күн демалыстар, бос уақыттарыңызда не істейсіздер? Немен айналысасыздар? Бос уақыттарымызда осылай қалаға шығармыз, қыдырып, паркке шығамыз, бәріміз бірге, жаңағыдай, мысалы, түнгі серуенге шығамыз, уже 2-3 апта болды. Коллективпен жиналып, кешкі Колчестерді қараймыз, клубтарын қараймыз деген сияқты. Бірақ осы жылы ғана шығып жатырмыз, басқа уақыттарда шыққан жоқпыз. То есть 2 сезонда бұлай түнгі серуенге вообще шығып көрген жоқпыз. Бірақ осы жылы кешке шығып қыдырып солай қыдырамыз. 5-ші күн, 6-ші күн. Англияға келгелі бері, Англияға көшкелі бері өмірлеріңіз қалай өзгерді? Мұнда өзіңізді сіз үйде жүргендей, Қазақстанда жүргендей сезіне аласыз ба? Ыңғайлы. Бір ғана минусы, тек біз тіл білмейміз, а так телефоны енді қазір 21-ші ғасыр ғой, телефонмен перевод жасап, олар да уже түсінеді. Бұл жақтың халықта үйреніп қалған сияқты, ағылшынша түсінбейтін адамдар телефоннан переводын көрсетіп жатырса, олар уже сразу резко қағып алады да, жауабын жазып отырады. А так тіл білмегендіктен сәл қиындау болмаса, былай күшті. Негізі үйреніп қалдық. Қазақстан сағынасыздар ма? Конечно. Әрине сағынамыз. Бәрібір достарың, туған туыстарың Қазақстанда болған соң, кез келген адам өздерін сағынады, сағыныш сезімі болады. Негізі жалпы алғанда Англия сізге ұнай ма? Англияда тұруға бола ма негізі? Көп адамдар мысалы Англияға көшкісі келеді, Қазақстанда тұрып жүрген Қазақстанның азаматтары болсын, басқа елдің азаматтары болсын. Барлығының арманы Англияға келу, Англияда тұру, Англияға көшу. Менің қазір достарымның көбісі, бір 50-70% осы жаққа келді да, мен оларға предлагать еттім, то есть барыңыздар, енді мен өзім келіп көргеннен кейін,
мен бүкіл туыстарыма, достарыма бәріне айттым, келіңіздер, мына жақта зарплата жақсы деп. Олардың бәрі келіп 70% где-то осы жақта қалып қойды. То есть біз Қазақстанға бармаймыз деп қалып қойғандар өте көп. Яғни Англиядағы өмір оларға ұнайды, жаңағы өмір сүру деңгейі, жаңағы зарплатасы, төлемақысы, соның барлығы, сол факторлардың барлығы әсер етеді, осында қалып қалады көп адам. Оларға қайтпайсыңдар ма, бүйтіп жазамыз ғой арасында, келмейсіңдер ма Қазақстанға, жоқ дейді, біз осында қаламыз деп ше. Бізде енді маған да ұнайды, конечно, бірақ жолдасым кішкене неғып тұрады, Қазақстанға кеткісі келіп. А так мен осы бірінші келген кезде айтқан болатынмын, давай көшіп келейік депші, ол жоқ деді. Англияның погодасы қалай? Қазақстаннан қандай айырмашылығы бар? Айырмашылығы тек бұл жақта жауын көп. Негізі Алматыда көп қой. Так күн қатты бір кішкене бұлт болса қатты суып кетеді, жылы болса қатты ысып кетеді, сол сияқты. Ол Алматыда тоже самое ғой. Сіз Алматыдансыз ғой? Жақсы. Жақсы, тамаша. Біз ары қарай жалғастырамыз. Келесі сұрағымыз енді жаңағы төлемақы жайлы болады, зарплата, яғни жұмыста Англия мен Қазақстанда зарплата деңгейі қаншалықты ерекшеленеді, қаншалықты айырмашылығы бар екеуінің? Өте үлкен айырмашылығы бар. Енді өзімнің опытымды айта салайын. Даяшы болып та, повар болып та жұмыс жасадым. Кассада жұмыс жасадым, я. Максимум алатын зарплатамыз айына 600 максимум алғанбыз. 600 мың теңге, и то ол, бір айына? И то ол без выходных жұмыс жасаған. То есть 26 күн ба, мен, то есть аптасына бір рет қана демалып, солай 25-26 күн жұмыс жасадым бір айда. И максимум 600, и то одан ұстап қалынатын ақшалары бар, штраф бар, анау бар, мынау бар, форма за форма дегендер. В общем, қолымызға тиетіні бір 450-500 болатын. 450-500 мың теңге. Ал еще о жақта енді за квартира дейсің, за продукты дейсің. А бұл жақта айырмашылығы. Бір аптада, мысалы, біз бірінші сезонда келгенімізде 250-ден 350-ге дейін баратын. Бір аптамыз. 250-350 мың теңге. Бір аптаға, 5 күнге, то есть. Ал қазір? Ал қазір ең көп алғанымыз 465 мың. Ол егер сіздер выходнойсыз, яғни 7 күн қатардан жұмыс істесеңіздер, жоқ, 7 күн емес, 6 күнге шықты ол. Ал егер норма бойынша 5 күн жұмыс істейтін болсаңыздар, онда 395 мың алдық. 395 мың. Ол бір айда қанша болады сонда? Айлық есеппен есептегенде 395, 400 мыңдай ғой енді. 400 мыңдай, 1200 фунттай болады. Жоқ. 600, мен телефонға да, 629 паунд. 629 паунд, 629 паунд, 445 мың болды. Теңгемен есептегенде 300 миллион 400 теңге дей ғой. 1 миллион 400 дей, айына айтып жатырсыз ба? Айына болса, онда біз айына алдық 1 миллион 365 мың. Норма бойынша, иә? Одан да көп алуға болады, егер көбірек жұмыс істесеңіздер. Бұл жақта еще келген, бүйтіп сұрайды ғой келгенде. 60 сағаттан артық жұмыс жасай аласыз ба, то есть договорға қол қойдырып алады. Бұл жағында еще не да, андай, егер сіз өзіңіз қаласаңыз, больше жасай бересіз, даже 72 сағаттан да жоғары жасауға болады. Тек договорға қол қоясыз, болды. И сізден еще сұрайды пятница күні. Ертең сіз жұмысқа дайынсыз ба, суббота күні и воскресенье күні жұмыс жасай аласыз ба деген сұрақ қойылады, то есть телефонға жібереді. Мен егер иә десем, онда суббота-воскресенье күні жұмысқа шығарады. Тамаша. Без проблем. Сонда орта есеппен алғанда 1,5 миллион теңге ғой енді айына. Сол 1,5 миллион теңгенің айына қаншасын жаңағы тұратын жерлеріңізге төлейсіздер, және жаңағы тағамақ бар, басқа да расходтар бар. Сонымен жаңағы қанша расход шығады? Ол 445 мың теңге, ол алғанымыз қолымызға чисто алғанымыз. То есть караваннан бөлек, тұратын жерден бөлек, налогтан, такстан бөлек, то есть страховкадан бөлек. Ол қолымызға алғанымыз 629 паунд дегенім, чисто қолға түскені. Қолға түскені, яғни ол каравандыкін алып қалады, бәрін алып қалды. Тамақты өздеріңіз аласыздар? Тамақты өзіміз аламыз. Біз енді тамаққа аптасына екеумізге 80-90 паунд кетеді. 80-90 фунт теңгемен болады, 60 мың теңгеде. И то ол кішкене өзімізді бағып кеткенде.
анау ішіп жегіміз келген заттарды қатты алғымыз келгенде атак 60-70 паунд кетеді. Түсінікті. Ал бір сыртқа шығып жаңағы қыдыратын кездеріңіз болады, оларды есептеген кезде көп расход кетіп қала ма? Бізге фирманың өзі транспорт беріп қойғаннан кейін ол көп білінбейді. Мысалы, бір жерге барып тамақ жеу үшін бір 20-30 паунд адам басына кетуі мүмкін. Былай шығып, енді киім енді ол отдельно ғой, ал қыдырғанға ондай көп ақша кетпейді, потому что астымызда машина болғандықтан вообще проблема емес. Енді өзіңіз білесіз, Англияға келгісі келетін қазақтардың саны өте көп, иә? Сол фирмаға жұмыс істеуге келгісі келетін адамдарға қандай кеңес берер едіңіз? Бірінші орында ағылшын тілін үйреніңдер деп айтқым келеді. Себебі бізде фирмамызда бар ағылшын тіл білетін, бірақ қазақтың жігіттері де бар, жақсы біледі, сөйлейді, бірақ осы жыл келіп жатыр да. Ал бірінші сезонда Қазақстанның қызы келген ағылшын біледі, ол уже Ошақа тұрмысқа шығып, уже күйеуімен тимлидер, супервайзер болып жұмыс жасап, басқа фирмаға жұмысқа кіріп кетті да. Егер ағылшын тілін білсеңіздер, бұл жақта ауыр жұмыс жасамайды. То есть главный қылып қояды болды. То есть біз мысалы салат кесеміз ғой, ол бізді тек бақылап жүретін адам қылып қояды да, то есть бәріне қарап жүретін. Ол жұмыс вообще ауыр жұмыс істемейді, тек қана қағаз ручкамен жүреді. Егер тіл білсе, адам вообще қиын емес екен бұл жаққа жұмысқа жайғасу. И тағы бір нем бар, подругам десем де болады, осы жақта магазинде жұмыс жасайды, тоже тіл біледі. Ол да осылай фирмаға келді, и осы жаққа келіп жаңағыдай документтерін жасап алды да, неге супермаркетте жұмыс жасайды. Яғни тіл білсе, ағылшын тілін білсе, мүмкіндіктер көп, кез келген жұмысқа орналасуға болады. Ал фирмада жұмыс істеу үшін тіл білу қажет па? Тіл білу қажет емес, тек қана орыс тілін білу керек деп ойлаймын, потому что бұл жақта болгарлар мен румындар көбіне орысшаға жақын ғой, орыс тілге жақын, қазақша түсінбейді. Сондықтан тек қана орыс тіл білсе болды. Ал атак негізі келетін адамдар болса, ол рисковать етіп қорықпай шыға беруге болады. Келгеннен кейін өздерінде уже желание ашылады, мына жаққа келгеннен кейін мен ағылшынша үйренуім керек екенмін деген цель болады оларда. Шетелді көргеннен кейін уже ары қарай өзі саморазвитие дейді ғой, соны жасағысы келеді да, и адам өзі этого хочет. Түсінікті. Ал енді виза мәселесі бойынша, яғни сіздер фирмаға анкета толтырған соң, сіздер жаңа шақырту хатын алдыңыздар. Шақырту хатын алғаннан кейін жаңа визаға документ тапсыруға және визаны алуға қанша уақыт кетті? Біздер бірінші келгенде ноябрьде анкета толтырғанбыз, сайтқа заявка тастағанбыз. Потом апрельде собеседованиеден өттік. И майдың 7-сінде бізді визаға жіберді. То есть апрельде собеседованиеден өткеннен кейін, апрельдің 3-4-інде собеседование өттік. Апрельдің соңында бізге шақырту қағазы келді. И майдың 7-сінде бізге уже визаға барыңдар деді. И визаға барып тапсырдық. Где-то 17-сінде алдық визаны. Яғни 3 аптаның ішінде берді визаны? 7-сінде бардық, тапсырдық, 17-сінде алдық, 10 күннің ішінде алдық. 10 күннің ішінде даже, да? И 21-інде кетіп қалдық. Туристік визадан ертерек береді деген да сонда, е? Туристік визаны 3 апта, 4 апта күтеді ғой. Шақырту бойынша 10 күннің ішінде дайындап береді. Түсінікті. Ал документтермен бір қиындықтар болды ма? Немесе жаңағы қандай документтер өткізу қажет болды жаңағы шақырту хатынан басқа визаға? Ешқандай документ керек емес, оған тек қана загранпаспорт болды. Загранпаспорт және шақырту қағазы болса болды, сол екенін бересіздер. Ол жаңағы медстраховка, олардың бәрі анкета толтырғанда сұралады только. Сотталмаған жайында и медсправка сұралады, и 3-4 сурет, и загранпаспорт болды. Басқа ештеңе керек емес. Алғаш рет Англияға келген кезде қандай қиындықтар болды, немесе жаңа жерге үйрену қаншалықты қиын болды сіздерге? Бірінші келгенде енді бұлай алысқа қатты, тым алысқа кетіп көрген жоқпыз. Максимум бір Қазақстанның ішінде Ақтау, Алматы, Астана деген жаққа жүрген шығармыз, и то 1-2 айда. Ал шетел асып кетіп, балдарымызды тыстап шетел асып көрген жоқпыз. Сондықтан бірінші келген кезде қатты балаларымыз сағынатынбыз. Жолдасым да мен де, бірақ екінші келгенде үйрендік, үшінші келгенде вообще уже все, біз вообще үйреніп кеткен сияқтымыз. Енді бізде мындай қызық сұрақ бар. Көп адамның сұрауы бойынша
Англияға көшу, Англияға келіп жұмыс істеу, иә, сіз жұбайыңызбен бірге екеулеріңіздің қарым-қатынастарыңызға қандай да бір әсер етті ме? Ол сіздерге жаңағы Англияға көшу испытание болды ма? Или қалай түсіндіре аласыз оны? Иә, ол біздің де басымыздан өтті. Біз енді жолдасымыз екеуміз алдымызға мақсат қойып үй аламыз деп келдік қой. Қазір 3-ші жыл келдік, иә. Біздің наоборот отношениямыз өте қатты жақын, бір-бірімізді өте қатты құрметтеп, қатты сыйлап, өте қатты жақсы көріп бастадық. Себебі ол старается, и ол мені көреді, мен стараюсь деген сияқты ше, бір-біріміздің жан дүниемізді түсініп, наоборот, осы заттарға бірге жетіп жатырғаннан кейін бір-біріміз қатты сыйлап, жақсы көріп бастадық. То есть бізге наоборот жақсы пайда келтірді. Мұн жақта жаңағы қиындықтармен бірге қиындықтарды қалай шешесіздер жұбайыңызбен бірге? Қандай қиындықтары бар және оларды қалай шешуге тырысасыздар, қалай шешесіздер? Бұл жақта вообще қиындық жоқ деп ойлаймын мен. Потому что бізде мына жаққа келгенде постоянно весело, ойнап күліп жүреміз тек қана. Енді болады моменттер, түсініспеушілік, там жұмыста қиындықтар болып қалады. Мысалы, мен әйел адаммын ғой, бәрібір эмоцияға жақын боламын, иә. Мысалы, болады да андай TikToktан көресің, Instagramнан көресің, кейбір қыздар күшті болып өмір сүріп жатады, андай гүліп алып жатады деген сияқты. И мен неге ондай емес, мен неге как поледа жұмыс жасап жүрмін деп иногда жылап қаламын ше, болады сондай моменттер. И ол кезде енді күйеуім жұбатып, кішкене қалды деп ше, енді оны да түсінуге болады, иә. Бірақ бір-бірімізбен сөйлесіп жақсы шешіп аламыз. Жалпы Англияға келуге тұрарлық ба? Көп адамдардың жаңағы сұрауы бойынша Англияға келген жағдайда Англияға үйреніп кете аламыз ба деген үрей сезім пайда болады көп адамдарда. Жалпы тұрады ғой Англияға келуге, иә? Конечно. Әрине, бұл жақта басында үйренбеуі мүмкін. Енді бірінші келгендегі қыздар, мысалы, екінші рет келмей қалған қыздар бар. Біздің фирмаға келген қыздар болды, қатты қиналып, жылап ше. Енді әркімнің жаратылысы әртүрлі шығар. Мен өзім андай ауыр жұмыстарда жұмыс жасап, ауылда өскендіктен маған вообще қиындық соққан жоқ. Бұл наоборот мен үшін как будто я как рай попала, да. Ал ол қыздар енді кішкене папасының қыздары болды, андай ақшада жүріп өсіп қалған, иә. Мен кішкентайымнан ақшаны өзім тауып стараться етіп жүргеннен кейін ол маған вообще қиындыққа соққан жоқ та. Ал ана екі қыздар, олар папасының қыздары болғандықтан өте қиналды, олар даже долго тұра алған жоқ, и екінші рет келген жоқ, вообще келмейміз деді. Яғни кішкене болса да шаруа жасап жүрген адам болса Қазақстанда, мұн жаққа келіп жұмыс істеп үйреніп кету түкке тұрарлық емес, иә, үйреніп кетуге болады. Енді біз сияқты поляға келетін болса, ал если тіл біліп, ол просто мына жақта шығып жұмыс жасаймын десе, ол вообще қиындыққа соқпайды. Түсінікті. Рахмет, осымен бізде сұрақтар аяқталды. Сіз уақытыңызды бөліп, біздің осындай паркте орналасқан шағын студиямызға келгеніңізге көп-көп алғыс білдіреміз. Достар, егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Біздер сіздер үшін тырысып жатырмыз. Барлық сұрақтарыңызға жауап бере алдық деп ойлаймыз. Егер басқа да сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіздер. Алтын ханымның Instagram'ын, TikTok'ын осы видеоның астында тіркеп кететін болам. Міндетті түрде жазылыңыздар. Рахмет. Англияда погода бұзылып жатыр, ал бізде настроение күшті. Бірақ настроение күшті. Осымен бізде қайтайық. Рахмет. Қош сау болыңыздар. Спасибо.